Қайырлы күн баршаңызға, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай, шайға өте дәмді, ешқандай разрыхитель, содан қажет етпейтін, осындай пышный болып шығатын пирог дайындаймыз. Ең алдымен таза ыдысымызға 4 жұмыртқамызды және 1 стакан шекерімізді салып, шекер ерігенше аппақ көбік болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Шекеріміз толықтай еруі қажет. Бір келке етіп араластырып алғаннан кейін сұйық майымызды құйып, тағы да кішкене миксерлеп алатын боламыз. Бұл жерде балам менімен бірге көмектесіп отыр, маған көмектескенді ұнатады. Осылай миксерлеп аламыз сұйық майымызды. Енді алдын ала ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. 1,5 стакан, осы стаканның көлемімен 1,5 стакан ұн қажет болады. Ұнымызды салып, енді бір келкі маса болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Ешқандай сода, разрыхитель қоспаймыз. Массамыз дайын болды. Енді форманы кішкене сары маймен майлап алдым. Сіздер де майлап алсаңыздар болады. Осындай сұйық массамызды құйып, 180-200 градуста 25-30 минуттай қызарып піскенше пісіріп алатын боламыз. Мінекей дайын болды, өте әдемі көтеріледі және тез дайын болады. Бар болғаны 15 минут кететін болады. Шайға тез дайындап жіберсеңіздер, осындай пирог өте ерекше, дәмді, оңай, тез. Дайындап көріңіздер. Менімен бірге болғандарың үшін сіздерге үлкен рахмет. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.